Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Бүгін біз өте дәмді, жасалу жолы оңай және де шоколадқа бай болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың аты брауни. Брауни өте хит болған танымал пирогтардың бірі. Өте дәмді болып шығады. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз, және де оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде біздің жұмыртқамыз бөлме температурасында болуға қажет. Жұмыртқамызды ағарғанша венчикпен араластырамыз, немесе миксерлеріңіз бар болса, миксермен де араластырсаңыздар болады. Ендігі кезекте бізге керегі 120 грамм шоколад. Менде бұл жерде Қазақстан шоколады. Осы шоколадымызды ерітеміз. Бұл шоколадты мен үстіне 30 грамм май қосып, газда еріттім. Шоколадтарыңызды микроволновкада да ерітсеңіздер болады. Достар, осы браунидың толық рецептін мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Ендігі кезекте бізге керегі май. Майды мен газға еріттім. Достар, осы жердегі майдың 30 граммын алып, мен шоколадпен бірге еріткен едім. Қалған майды газдың үстінде ерітіп, оны майды суытып, енді осы қамырымызға құямыз. Майымызды құйып, араластырып болған соң, ендігі кезекте ұнның кезегі. Ұнымызды міндетті түрде илектен өткіземіз. Және де жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ұн қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырып болған соң, ендігі кезекте какао ұнтағының кезегі. Қамырымызды жақсылап тұрып араластырып болған соң, бізде осындай қоймалжың бір келкі қамыр болуы қажет. Және де біздің қамырымыз осындай сұйық болуы керек. Ендігі кезекте брауни пісіретін формамызды дайындайық. Менде осындай домалақ форма. Осы домалақ форманың үстіне пергамент қағазын төсейміз. Осылай пергамент қағазымызды мыжып алып, сосын барып формамыздың үстіне төсейтін болсаңыздар, біздің пергамент қағаздарымыз дұрыс тұрады. Және де осы брауниді дөңгелек немесе 4 бұрышты пішіндегі формада пісірсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызда. Үйлеріңізде қандай форма бар, сол формаға қамырымызды құйып пісіре берсеңіздер болады. Міне, енді осы формамыздың үстіне қамырымызды құямыз. Енді осы қамырымызды осылай тегістеп шығамыз. Осы браунимізді 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Және де достар, естеріңізде болсын, әр үйдің пеші әртүрлі болады. Менде піскен пирог 25 минутта піссе, сіздерде 20 минутта пісуі мүмкін. Сол үшін де брауниларыңызға қарап тұрыңыздар. Мінекей достар, біздің брауниміз 25 минутта пісіп шықты. Браунидің піскенін біз таяқ арқылы білсек болады. Таяқты осы браунидің ортасына кіргізіп көреміз. Сонда біздің таяғымыз сухой болып шығуы қажет. Достар, бұл жерде мен 4 бұрышты брауни қылып кескім келді. Сол үшін де осылай браунидың шет-шетін кесіп тастадым. Әрине бұл кесілген шеттерді тастаған жоқпын. Оны балалар таласып тұрып жеп қойды. Мінеке жаңағы дөңгелек браунидан осындай 4 бұрышты брауни қылып кесіп тастадым. Енді осы брауниді 9-ға бөлемін. Сонда бізде осындай әдемі 4 бұрышты браунилар шығады. Достар, үйлеріңізде 4 бұрышты форма болмаса, осылай дөңгелек ыдысқа пирогтарыңызды пісіріп, сосын осы видеода көрсетілгендей 4 бұрышты қылып кессеңіздер болады.
осылай төрт бұрышты қылып әдемі қылып кесіп дастарханның үстіне қойыңыздар. Дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Достар, мега шоколадты брауни пирогымызды міндетті түрде жасаңыздар. Сіздердің қолдарыңыздан келетініне сенімдімін. Өте дәмді әрі жасалу жолы оңай. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоны достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіңіздер.